Баршаңызға сәлем, сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын печенье пісіреміз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттарымыздың барлығын дайындап алып, бір ыдысымызға бөлме температурасындағы жылы сары майымызды салып, оның үстінен қантымызды салып, екеуін жақсылап миксермен араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң жұмыртқамызды да салып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Артынша қаймағымызды да салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Егер сіздерде миксер жоқ болса, венчикмен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте ұнымызға разрыхлителді араластырып, осы ұнымызды жұмыртқалы массамыздың үстіне салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Онда мөлшерден көп салмауға тырысыңыздар, бізде өте жұмсақ осындай қамыр шығуы тиіс. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Қамырымызды домалақ формаға келтіріп, бір-бірден ұнның көмегімен жаятын боламыз. Қамырымызды төрт бұрышты етіп жаюға тырысыңыздар. Тек екі жақ қарай жайсаңыздар, қамырларыңыз төрт бұрышты болып жайылатын болады. Қатты қалың емес, бір қатты жұқа емес, орташа көлемдегі қамыр керек. Қамырымызды жақсылап жайып болғаннан соң, ұзынша жағынан ұзын етіп, осылай видеодағыдай кесеміз. Мен төрт бөлікке бөліп кестім. Содан соң арасына осындай джем, махеевтің джемін салдым. Оны кондитерлік мешокқа салдым. Егер сіздерде мешок болмаса, кәдімгі пакетке салып, бір шетін кесіп сала берсеңіздер болады. Қамырымыздың ортасына осылай салып шығамыз, барлығын бір етіп. Содан соң қамырымыздың бір бетінен екінші бетіне қарай басып шығамыз. Қаттырақ басыңыздар, өйткені қамырымыз вареньеміз ағып ашып кетпеуі тиіс. Жақсылап қолымызбен қысып шығамыз. Қыздар, бұл печеньенің арасына кез келген салманы пайдалана берсеңіздер болады. Ең бастысы вареньелеріңіз, яғни қою болған дұрыс. Сұйық болса ағып кетуі мүмкін. Варенье болмаса творог салсаңыздар да болады. Содан соң қамырымызды осылай бөліктерге бөліп, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызартып, 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Қыздар, бұл печеньені пісіруге өте көп уақыт кетпейді, небәрі бір 15-20 минутте жылдам жасап тастайсыздар. Ас болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Рецепті ұнаса каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар.